Сұрақ: аффирмация айтып жүруге шариғат қалай қарайды? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аффирмация теориясы әлде бір армандаған жақсылықты, күнделікті қайталап айтып жүрсе, онысы уақыт өте келе шындыққа айналып, армандағаны орындалады деген түсініктен пайда болады. Аффирмация теориясын ең алғаш рет көлденең тартқан 19-20 ғасырларда өмір сүрген Эмиль Кюи атты франциялық психолог. Бірақ оны танымалдыққа ие болғанының себепкердің біреуі ол Луиза Хей, америкалық психологтың арқасында. Өзін-өзі сендіру, өзін-өзі иландыру, самовнушение. Негізінде сүйенетін аффирмация түсінігі мысли материальный дейтін пәлсападан бастау алу керек. Не ойласаң сол болады. Сол себепті жақсы, әрі позитивті дүниелерді ойлау керек. Оны өз түйсігінде қабылдайтын, ажырамас бөлікке айналдыру үшін күнделікті айналдырып, қайталап айтып отыру керек. Ендігі жерде аффирмация теориясы исламға қайшы ма? Дінімізде аффирмацияға сеніп, оны күнделікті іске асыруға бола ма? Бұған жауап ретінде айтарымыз: жалпы алғанда исламда позитивті ойларды ойлау, позитивті нәрселерді айту құп көрген. Ал негізсіз негатив, ырым-нанымдарға сеніп, санамызды шаршатудан қайтарған. Бұны пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам исламда тиара жоқ. Тиара бұл жаман ырымға балу деген. Ең жақсысы фәл. Сонда қасындағылары: фәл дегеніміз не деп сұрайды. Пайғамбарымыз: сендердің әлде біреулерінің еститінің ол жақсы сөз деген хадисінен, немесе пенде мені қалай ойласа, мен сондаймын дейтін құдси хадистен түсінуге болады. Сондай-ақ Аллах және ақырет күніне сенетін адам жақсы нәрселер айтсын, болмаса үндемесін деп бұйырған хадистің де бір мағынасы сол десек қателеспеспіз. Басқа бір хадисте жақсы тілектің маңыздылығын білдіре келе, жаназаға барғанда жақсы нәрсе айтыңдар. Шынында періштелер айтқандарыңа әумин деп тұрады деген. Яғни өмірімізге қатысты болсын, өзгеге қатысты болсын, жақсы тілектерде болып жүреміз керек. Өйткені сол нәрселерде, сол сәтте періштелер әмин деп тілектерімізді қабылдауы мүмкін. Бірақ исламда әр нәрсе Алланың қалауымен болады. Құдайдың қалауынсыз қурай да сынбайды деген нақыл сөз осыдан қалған. Мұсылман әр нәрсе Алладан деп сенеді. Сол себепті әр нәрсе Алланың қалауымен болады. Алла қаламаса болмайды дейтін сенімнің негізінде позитивті нәрселерді айтып жүрсе, оның діни тұрғыда ешқандай ағаттығы жоқ. Мәселен, иншаллах үйім болады, иншаллах көлік аламын, Алла қаласа жазылып кетемін деген сияқты. Аффирмацияда осы шақта айтылу керек екен. Ойдағы жоспарларымыз Алла қаласа жүзеге асады, Алла қаламаса жүзеге аспайды. Жүзеге аспаған күннің өзінде мұсылман қайғырмайды. Өйткені жоспарымыздың жүзеге аспауының астарында біз үшін белгісіз жатқан бір жақсылық болу әбден мүмкін. Бұл да позитивті ой. Осындай сеніммен жақсы позитивті армандарыңызды айтып жүрсеңіз, оның күнәсі жоқ. Альхамдулиллахи раббил аламин. Біздің каналымызды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап қолдап кетіңіздер. Келесі шығарымдарда бұдан да актуальный, көп адам мазалап жүрген сұрақтарыңызға жауаптарды беретін боламын.